Сәлем достар, сендермен бірге Ерасалам. Бүгін біз сіздерге 16 ғасыр фильмі жайлы айтатын боламыз. Бұл фильм толық motion capture анимациясы. Motion capture дегеніміз не? Оны жалпақ тілде айтқанда, осы секілді бір түрлі костюмді киген адамдар персонаждың іс-қимылын, бет-әлпетінің қозғалыстарын ойнайды, ал одан оны CGI анимацияға айландырады. Бұл технология қазіргі таңда өте ауқымды қолданыста. Бұл қазіргі видео ойындарда, фильмдерде, анимацияларда да бар. Ал бүгін біз осы motion capture мен істелген өте жоғарғы сападағы 16 ғасыр фильмі жайлы айтатын боламыз. Бұл фильмде және өте қызық сюжеті бар. Онда мен көп сөзбай видеоны бастайын, ал сіздер не істеу керек екенін білесіздер. Ал сіз білмейтін болсаңыз, арнадан жаңадан болсаңыз, біздің көрермендер өзіне ұнаған видеоға міндетті түрде лайк басады және міндетті түрде өз пікірін комментарийға қалдырады. Және де олар әлдеқашан арнаға тіркеліп қойған. Кино 16 ғасырдың географиялық зерттеу жұмыстарымен теңізде жүрген жоба тобымен басталады. Теңізде қатты дауыл тұрып, бәрі жанұшыра арпалысып жатса, кемесіне шаян секілді дәу құбыжықтың шығып келмесі бар ма? Амал жоқ, құбыжыққа дайынас болатын емес. Кемедегілердің бәрі қарсыласуға тырысады. Сөйтсе бұл пәлекеті, балталасаң балтаң сынып кететін, найзақ адамақ болсаң найзаң майысып қалатын, тастан қатты құбыжық екен. Құбыжығы капитанды ортасынан бір бөліп, аяқ жағын қылғыта жұтып, ал қалған бөлігін кеменің қойма бөлігіне ала кетеді. Енді кемеде теңізшілермен бірге дәу қонақ бар. Теңізшілер құбыжықты бақылап келуге, арасынан біреуді шығаруға таңдау жүргізеді. Және таңдау бойынша арасындағы ең күшті дәу жігіт таңдалады. Бірақ ол сұмырай өз орнына байқұс балықшы Торенге бар деп күш көрсете бастайды. Торен мейлі өзім-ақ барамын деп, өлтіру мүмкіндігі мүлде жоқ болса да, қолына мачетасын ұстап төменге түседі. Бірақ әлгі құбыжықты аяғанда мачетасы бір жайында өзі әрен қашып үлгереді. Одан құбыжық алдыңғы мәйтті қолдана сөйлейді. Менің Фейн аралынан бар. Онда екеуміз келісім жасау керекпіз. Бірінші, мына кемені жүргізе алатын жалғыз мен, сондықтан менімен ғана сөйлес. Ал екіншісі, капитан қалтасында маған керек бір зат бар. Осы кілт. Осылай Торен құбыжықпен келісіп жоғарға шықса, бәрі күтіп отыр екен. Ол ақырын еш сөйлеместен капитан бөлмесіне жүгіре барып тапаншаны алып үлгереді. Осылай кеме билігі біздің Торенге өтті. Ол құбыжық сөйлей алады. Ол мені Фейдінге апарыңдар деді, және маған көп ет керек деп айтты. Оның қарны ашып жоғарға шығып кеп жүрмесін. Арамыздағы кептарларды тамақ қылып лақтырып жіберейік. Бірақ бәрінің ойы бір жерден шықты. Дәу жігіттің өзін тамақ қылып лақтырып жіберді төменге. Құбыжық Фейдің аралына бармақшы, яғни сол жердің адамдарын азық қылмақ. Қайта ол жерде адамдар көп. Рамалық табады. Жоқ, ең дұрысы оны жолатпау. Біз оған білдіртпей, мына алыстаға енсіз аралға апарып тастаймыз. Осылай халық көпшілікті құтқарамыз. Бәрі үнсіз қалды. Құптаған еш жан көрінбеді. Сондықтан Торен дауыс жинайық деді. Қағазға белгі қоясыңдар. 0 белгісі құбыжықты иесіз ен аралға апару. Ал X белгісі болса, оны Фейдінге апару. Кім неге дауыс бергені құпия түрде болады. Есім жазылмайтын қағазбен дауыс бересіңдер, дейді. Дауыс беру аяқталды. Және мен сендердің қағаздарыңа жеке белгі қойған едім. Демек, кімнің неге дауыс бергенін мен білемін. Және біздің арамызда екі сұмырай бар екен. Олар Фейдінің бекіні тұрғындарына мына құбыжықты апарайық депті. Мейс мырза, оңға. Оңға? Ал қалғандарымыз бір мақсат үшін сапарды жалғастырамыз. Бірақ енді кемедегілер Торенге қастандық істеуді ойластыра бастады. Және сол сәтті Торенді құбыжық шақыруға кейінге шегерді. Торен келсе, әлгі құбыжық Фейдінге тез барайық дейді. Өйткені енді оның балаларына да өте көп ет керек. Мұна қалың құбыжықтардың асқазанын етпен толтыру керек деді. Қаһарлы түнде келді. Және құбыжықтың келесі таңғасын таңдау керек.
Бірақ кемедегілер аяқталмаған қастандықты енді іске асырмақ. Тореннің бөлмесіне келіп оны өлтірмек болғанда, Тореннің айласы асабы олардың өзін жайратып салады. Тореннің жүзінен бұның бәрін амалсыздан жасағанын көруге болады. Әйтпесе тірі жанға зияны жоқ, қой аузынан шөп алмас пенде еді. Және ол тығылып отырған бір шалды көреді. Және құбыжыққа енді біраз жолазық бар болды. Осылай келер жерге де таяп, құбыжыққа соңғы мәйті берер кезде Торен шалды да итеріп жібереді. Сұмырайлар, бәрің екіске дауыс беріп етіңдер. Оу, құбыжық мырза, Фейдинге де кеп қалдық. Келісім орындалды. Сен білесің ба, ірі балықта ет аз болса да, ода май көп, және майы өте өртшіл болып келеді. Лап ете түседі. Маған мылтықпен атпақшысың ба, ақымақ? Жоқ, сен атпаймын. Әрине, Торен өзіне қайық дайындап қойған. Осылай Торен аман қалды және Фейдин тұрғындары да аман қалды. Осылай біздің фильмді аяқталады.